Сәлем бәріне қайырлы күн достар. Қалайсыздар? Музыканы азайтып қояйық. Достар, бүгін біз жаңадан пазл арнасында видео шығады екен. Әділ аға маған жіберді. Тізін оқимын. Тізі бойынша бізге мега обзор деген тақырып дейді. Puzzle Life арнасына. Бұл жерде конфеткалар, сосын тәттілерді жеп обзор жасайтын болады. Заттар маған жіберді. Заттарды алдына қою керек. Превьюдің артында Әділ аға мен Әли аға болады. Сосын шет жағында конфеттер ұшып жүру керек. Біз оны motion blurмен блюраймыз, яғни размыты қылдырамыз. Сосын түс болу керек. Түс қатты ашық түстер болу керек. Адамның тәбетін ашатындай дейді. Бірмен үшінші фотолар сияқты, міне. Бұны шығарып бастаймыз. Бірмен үш. Бір. Үш. Осылар. Бізге берілген суреттер осылар. Бірінші қараңыздар, біз онлайн фотошоппен қолданамыз. Сол себептен бірінші бізге новый проект дегенді басу керек. Сосын 1920-1080 форматында болу керек. Сосын мега обзор деп атын жазамыз. Болды. Сосын 1920-1080 және 72 dpi. Сол стандарт 1920-1080 ол біздің качество жақсы болу үшін обложка. Сосын біз басқа да сайтты қолданамыз, ол Spark деп аталады. Spark Adobe Photoshop'тікі. Бұл жерде біз фонды қиятын боламыз. Фонды удалить етеді. Міне удалить етіліп жатыр. Бағарыпсаңыз дұрыс удалить етілмеді. Компьютеріңізде Spark Adobe дұрыс қимады, сол себептен барлығын қолмен қиятын боламыз. Қарапайым кистпен. Кист бізде V brush, яғни brush ағылшынша, орысша кист. Сосын B әрпін таңдап, мягкий кистпен өшіретін боламыз. Және де масканы қолданып, қара кистпен, черный кистпен. Барлығын X-ті бассаңыз, сізде белый черныйге өтеді. Қара, міндетті түрде қара. Сосын біздің слойдың маскасына істеу керек. Видео аяқталды. Тағы да обложкалар жасасам, осылай салып отырамын. Менде ой бар. Клавиштар туралы видео түсіру, сосын маска, сол сияқты қарапайым видеороликтер түсіру керек. Себебі менің қазіргі видеоларым тек қана ускорение видео, ускорять етілген видеолар, тез-тез барлығын көрсетіп өту мүмкін емес.
to worry